Қайырлы күн ағайындар. Біз енді облыс әкімінің өкімімен мониторинг топ құрылған болатын. Бұның мақсаты ауыл аралық, аудан аралық, республикалық деңгейдегі жол сапасын тексеру, қазіргі жүріп жатқан құрылыстың қандай жағдайда, халықтың сөзін тыңдау. Бүгінгі сапарымыз Бәйтерек ауданында. Сол мына мосттың 2 жылға созылып отырған сұрақтары бар екен. Соны қарап тұрып, оның мәселесін қарап, алдағы уақытта тез шешімін алуды ойлап тұрмыз. Екінші мәселе Озерный қаласындағы ауылға кіреберіс 2 километр жол. Соны қарадық. Жалпы жұмыс жүріп жатыр, бірақ дегенмен сұрақтар бар. Мен заказчиктің бүгін бізде мониторинг топпен осы переметный ауылына келіп отырмыз. Өтетін көпір құрылысына. Енді мұнда бұл негізі нысан 2023 жылы басталды. Жоспар бойынша негізі жылдың аяғында бітіру керек еді. Бас мердігерінде Асыл Жас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бірақ жаңағы ауа райының қолайсыздығына байланысты айналма жолын бірнеше рет су шайып кетті. Сол себептен жұмыстар бітпей қалды. Келісімшарт ұзартып, енді осы жылға апрель айына дейін уақыт бердік мердігер мекемесіне, бірақ қазіргі уақытқа әлі көпірдің жұмысы бітпей жатыр. Мен мынау Дерқу өзені бойынша өтетін көпірді салып жатқан мекеменің орынбасшы директоры болған фирма ТО Асыл Жас. Бүгінгі күнде жұмыстың тоқтап тұруының себеп осы уақытқа дейін ауа райының қолайсыз болуына байланысты бір жасалған жұмыстарды 3-4 қайталап жасадық. Комиссия жолдар, қайта жасадық. Бір жасалған жұмыстарда. Бөлінген обществома 986 миллион, 830 миллиондай жасы өтеді. Жұмыстарды орындадық. Енді мынау табиғи апаттарға байланысты, елдердің жазған жазуына байланысты тексерістер болды. Аудит тексерді, гаскадан тексеріп, біраз ескертулер жасалынды. Соның бәрі түзеліп бүгінгі күнде. Енді қазіргі күнде тағы да жұмыс дұрыс жылжымай тұрды. Оның себебі қаржы төленбеуіне байланысты болып тұр. Бүгінгі күнде бізде 45 миллионға орындалған жұмыс бар, бірақ оны жұмыс беруші кісілер төлей алмай отыр. Небір себептермен өздері. Сол арқылы соның арқасында қазір жұмыс жүрмей тұр. Атак, бұл жерде бітіруге бір ай, бір жарым айдың ішінде көпір бітіп өткізуге керек жағдай бар.